Менің әжем күнде бәліш пісіретін. Оның бәліштері өте тәтті болды. Ішінде вареньясы бар, тағы басқа заттар бар. Мен оны бір жегеннен жартысын жеп қоятын едім. Ол өте тәтті болды. Оны менің әкем рецептін білгісі келді. Бірақ әжем дым демей отыратын еді. Менің анам мені балабақшадан алып кетіп үйге әкелген кезде әжем бәліш пісіріп қоятын еді. Ол бәлішті бәріміз бақытты болып жеп отыратын едік. Біраз күндер өткен соң, менің анам ешкіммен сөйлеспей қайғырып жүрді. Бір күні мен кухнядан бір таныс иісті сездім. Ол мен әжем деп ойладым. Иә, әжем болып шықты. Бірақ бәліші басқаша болды. Бірақ бұл маған маңызды болмады. Ол бәлішті маған жартысын бөліп берем деді. Мен бәлішті біраз күн жемеген соң, оны жек көрейін дедім. Енді ғана жейін деп жатқан кезде, ішінен бір қол атып шықты. Мен қатты жыладым. Себебі ол әжем емес болып шықты. Менің анам, әпкем бәрі кухняға жиналды. Ол менің әжем емес, ол менің әжем емес деп мен айғайладым. Сосын маған анам айтты: сенің әжең енді жоқ. Ол 3 күн бұрын өліп қалды. Енді ол жоқ. Менің көңіл күйім бұдан түсіп кетті.